Қанша жылдық тәжірибеңіз бар дәрігер? 36 жыл. Протоколға сіздер шектеп тастады ғой. Бір жері қабынса антибиотик, давлениесі көтерсе соны тек түсіретін дәрі. Ол да уақытша. Сөйтіп өзіміздің ауруларды хронический қылып жібереміз. Өзімнің әкем де қайтыс болды. Сонда кетерінде маған бір ауыз сөзі бар еді. Докторлар, сендер боқ білмейді екенсіңдер, мені құрттыңдар деп. Сендер дәрігерлер фашист болып кетіпсіңдер. Сендер просто адамды өлтіруге жаратылыпсыңдар деп. Осыдан 5 ай бұрын менің шалым қайтыс болды. Біз о кісіні қайда барып емдемедік. Бірақ соның ішінде де біз о кісіні аман алып қала алмадық. Сондағы соңғы айтқаны, мен медицинаға өкпеледім. Шынымен біз не істеп жатқанбыз? Өзім көзім жетті. Ештеңке көмектеспейді екен. Адам өзіне өзі көмектесу. Армысыздар, құрметті YouTube Нұрсила каналының тұрақты көрермендері. Міне 59-ші ағым мәресіне жетті. Керемет жақсы көңіл күймен, керемет жақсы нәтижемен бәрі тарқап жатыр. Соның ішінде риза болған, бір ауыз пікірін айтайын, алғысын айтайын деген адамдарды міне қазір сұхбатқа шақырып отырмыз. Өйткені сіздер де осыны көріп, өз аузынан естісеңіздер. Ана күні мен тауға бардыңыздар ғой, сол жерде мен бір мұздай суға түсетін бөшке бар. Сол жерде тұрып жастарға айтып жатырмын да, тыныс алу, табиғат жайлы. Сонда айтады, сіз медиксіз ба дейді. Мен айттым, мен дәрігерсіз ба? Жоқ, мен дәрігерлерді емдейтін мамамын деймін. Десем, күледі, сонда қалай деп. Айттым, маған кемінде бір 200 дәрігер келген шығар, міне 1000 адамнан астам келіп кетті. Соның біреуі міне Әли әпкеміз. Біз жақта әпке дейді, таразда не дейді? Біздерде де әпке дейді. Біз апай дейміз енді. Апайымыз, қанша жылдық тәжірибеңіз бар дәрігер? 36 жыл. 36 жыл. Енді өзіңіз айтып кетсеңіз, қай мединститут бітірдіңіз, кім болып жұмыс істедіңіз? Мен өзім Қырғызстанда Фрунзе мединститутынан бастап, одан кейін Қазақстанның өзіміздің мединституты, Асфендияров атындағы мединститутты бітіргем. Содан осы қалада жұмыс істедім. 12-ші больницада, терапияда, терапевт болып стационарда істедім. Одан поликлиникада, орбитадағы поликлиникада істедім. Кейінгі жылдары болғанда мына 92-ші жылдан бастап лор дәрігері болып специализация алып солай ауыстым. Енді больницадағы тәжірибеменен қалай сіздер оған қараңыздар, мен ешбір дәрігерге ренжімеймін, ешбір дәрігерді кінәламаймын. Өйткені оларды қалай оқытты, олар солай айтады, емдейді. Мысалы, Гитлер кешегі неміс халқын білесіз ғой, өте философтар, психологтар шыққан, соларды өте қатыгез қылып жіберді ғой. Өйткені уағыз, пропаганда. Тура сол сияқты мединституттың түп тамыры қайдан алады, енді ол кезде 18 жаста адам келеді, анда ортаға түседі, не айтады, соның миына кіргізеді, оң протоколға сіздер шектеп тастады ғой. Больницадағын айтыңызшы қалай? 4-ші курстан бастап, 7-ші курсқа дейін сол бар ауруларды айтады дағы, дәл сол 3 жыл бойы немен емдеуді айтады. Одно и то же. Немен дегенде қандай дәрі беру керек? Сол по протоколу соны айтады. Мысалы, әлгі бір жері қабынса антибиотик, давлениесі көтерсе соны тек түсіретін дәрі. Бүйрек ауырса сол бүйректі қабынуына беріледі. Или аяғы іссе мочегонный береді. Мысалы, сол мұрын тамақ бәрі қабынса, сол жерде мысалы гайморовый пазухаларды тесіп, гнойды шығарасыз. Ол да уақытша. Ол бірақ гной ірің қайдан кеп жатыр, ол неге болып жатыр? Ол проблема, оны басқа тұрмаймыз, тек сол кезінде ғана көмек береміз. Скорый помощь сияқты сөйтіп өзіміздің ауруларды жаңағы хронический қылып жібереміз. Мен қазір соны көзім жетті. Көзімнің жеткені өзімнің әкем де 90-ға келмей осы қайтыс болды. Сонда кетерінде маған бір ауыз сөзі бар еді. Докторлар, сендер боқ білмейді екенсіңдер, мені құрттыңдар деп. Сол сөзі көкірегімде жүретін. Бірақ мән бермей, енді ол кісі 90-ға келіп қайтты ғой деп сөйтіп не қылатын едім. Апай, сөзіңізді біле, мен қайнатам, Серікқали атайын атын айта берем. Ол кісі де міне биыл 90-ға келеді. Сол кісі өмір дәрігерге жоламайды. Менің бажам Ерзат дәрігер. Сол бірден кедесі айтады, ар жүрінде менде қақыларың болмасын, мен дәрі ішпеймін. Ол кісінің ұғымында больницаға алып кетсе, ол өледі деген. Менің енем коронавирусқа нетіп қалды да, ол кісі көп отырып, қимылдамай қалды, соң коронавируспен қайнатам айтады ғой, бермеймін, өлтіресіңдер деп. Соң болмай жедел жәрдем скорыймен алып кетіп еді, ол кісі қайтыс болды. Сонда қыздарына күйеу айтады, сендер өлтірдіңдер.
ана кемпірді әкетіп сендер өлтірдіңдер деп солай ұрысады. Сіздің әкеңізден бірақ біздің әкеміз өмір бақи дәрігерге сеніп, қалтасында 2 қалтасы тола таблетка болып жүреді. Іш құрылысының дәрісінің барлығы бар. Соны өмір бақи ішіп жүрді. Бірақ бәрі бір кетерінде жаңағы медицинаға деген өкпе болды. Сондай немен кекпен кетті, жаңа кекпек не деуші еді, өкпелікпен, ренішпен кетті да. И сонда маған айтты, сендер дәрігерлер фашист болып кетіпсіңдер. Сендер просто адамды өлтіруге жаратылыпсыңдар деп. Мен өз дертім онкология деп айттым ғой өткенде. 3-ші степень қойып берді маған Ресей елінен. Индия елінде емделдім. Біраз қаражат кетті. Операция болды, біраз химия алдым, иммунотерапия алдым, барлық дәріні алдым. Енді менің ол аурудың түпкі себебін мен түсіндім. Іште сақтай бергеннен, эмоциямды дұрыс шығармағанмын, іште сақтағанмын, ешкімге өкпе ренішімді білдірмеген, соны дұрыс эмоцияны басқара алмаудың кесірінен мен сол ауруға шалдықтым. Мен өзім бәрін кәдімгідей білемін. Қашан болды, қалай болды, соның барлығын түсіндім. Енді дәрі-дәрмекпен ары қарай жалғағым келмейді, өзімді улағым келмейді. Осында келгеннен кейін 2-ші күні мен бірден шешім қабылдадым. Мен енді дәрі қабылдамаймын. Мен табиғаттың, тамаша табиғаттың, өзіміздің Қазақстанның табиғаты қандай керемет, соның күшімен емделемін, және де ешқашан ауырмаймын деп өзіме сөз бердім. Рахмет. Ауырмаңыздар. Осыдан 5 ай бұрын менің шалым қайтыс болды. Үйдегі ерекем, ерім. Ол да кетерінде маған сондай өкпесін, медицинаға деген өкпесін айтты. Біз о кісіні қайда барып, қандай дәрі-дәрмекпенен, қай жақтан алдырып емдемедік. Таныстарыңыз көп қой дәрі. Өйткені өзі летчик, 36 жыл аспанда ұшқан кісі, бүткіл дәрі-дәрмектердің бәрі бізге доступный болды. Бірақ соның ішінде де біз о кісіні аман алып қала алмадық. Сондағы соңғы айтқаны не? Мен медицинаға өкпеледім. Жаңа емдеп атқан дәрігердің өзінде қасында мен тұрмын. Сен де осыларға қосылып мені осындай жағдайға дәрі-дәрмекпен әкепсің ғой деп. Солай айтты да, содан менің көкірегімде тас болып қалды. Сол сөз менде тас болып қалды. Енді өзіңді осы программаны Нұрсила несін чатты көріп, осы 2-3 рет ана Алматыда болғандарыңда жаңағы ашық есік деген болды ғой, бір күнгі сабақ. Соған қатысып, әбден көзім біртүрлі жетіп құладым осы сендердің методтарыңа, көрсеткен тірліктеріңе, тыныс алуға. Мен как медик оның бәрін дұрыс екенін қабылдап жатырмын ғой. Сондықтан да ойладым, шыныменен біз не істеп жатқанбыз? Не істеп жатқанбыз? Мен өкіндім. Неге мен осы ертерек білмедім, ертерек алып келмедім. Апай, енді оның бәрін бар ғой, осы бір ауыз сөзіңізбен сіз ақтап отырсыз. Өйткені дәрігердің аузынан шыққан сөз өте пәрменді болады. Өйткені айтады, аналар дәрменді болып қалды. Бидің айтқан байғұсты айтады, аузының дуасы жоқ дейді. Мысалы, сіздің айтқаныңыз мен де айтамын. Менің аузымда дуа жоқ. Өйткені айтады, сен медицинада оқымағансың, шымшық сойса да қасапшы сойсын, сен аузыңды жап, дәрігерді тыңдаймыз дейді. Міне дәрігерді тыңдап отырсыз. Ешқандай дәрі, мысалы сіз стационарда жаттыңыз, кішкене басып қойы бересіз. Басып сол кішкене дәрісін не қылады. Даже гемодиализға дейін жеттік. Сол гемодиализді жасаған күні жақсы болады, ертесіне қайтадан жаман боламыз. Сөйтіп уже жаңағы 2 күн емес, 3 күн емес, аптасына 2 рет жасаудың орнына біздер уже күніге жасайтын дәрежеге жеттік. Иә, жаңағы үйдегі жолдасыма. Сондықтан да соны айтып отырмын ғой, енді ең соңғы нем мен өзім көзім жетті. Ештеңке көмектеспейді екен. Адам өзіне өзі көмектесу. Табиғатпен және өзіне. Табиғатпенен, иә. Енді сіз оған кінәлі емессіз, сіз тағдыр солай, сонда сөйтіп оқытты. Енді әлі кеш емес, апай, енді алдағы өмірде бала шағаңыз бар ғой, немерелер бар ғой. Бала бар, бала шағалар бар. Солардың бәрін мына химиямен уламай, табиғи жолмен. Табиғи жолмен. Енді менің айтатыным барлық өсиет осы табиғи жолмен емделу. Осы төңірегімнің бәріне айтатыным, бірінші өзімнің семьямнан бастаймын. Содан кейін мына жерде тек жан мен тән не емес, маған ұнағаны еще психология сабағын, мисалде сабақ емес, саналы түрде адам өзі қабылдау керек екенін үйрететін тәсіл бар екен. Соны да қабылдаған жөн екенін көзім жетіп отыр. Өкінбеу, ренжімеу, уайымдамау. Иә, уайымдамау, өкінбеу, енді кеткен зат кетті. Енді қалғандарын Алла аман қылып, табиғатпенен ғана емдеп, дұрыс тамақтануды, шынығуды, суға түсіп, суықпанан дұрыс дем алуды үйретіп, ештеңкеге ренжімеуді, ешкімге эмоцияңды өзің бақылауды үйретуге, тартуға
керемет ризамын. Иә, өсиет берем, және осы жан мен тәнге осы Ахмет бауырыма келіп, құлақтарыңмен естіп, көздеріңмен көріңдер деп айтам бәріне. Міне, Алла міне осыған жетсін. осындай үлкен тәжірибесі бар дәрігердің аузынан естіп отырсыздар. Енді бұл кісіге мен тілейтінім, қалған Алла енді ұзақ өмір берсін. Сол ұзақ өміріңізде сол насихатта болсын, сіздің өткен сөзіңіз өтеді. Әли апай мынан қандай дәріс ішем, туған туысқаныңыз бар, ана қайын жұртыңыз Мен бар. әрқайсысын ертіп келуге дайынмын. Қайтадан келуге дайынмын осы. Өзімді ойлап отырмын, бір 3-4 айдан кейін қайтып келермін деп. Біраз адамдарға осылай білместікпен қиянат жасап қойыппын, дәрі беріп деп, бұл кісі өкінгеннен пайда жоқ. Ол сіз әдейі істеген жоқсыз, сондықтан соның бәрін ақтап алу үшін қалған өміріңізде бала шағаңызды, немереңізді дені сау болып, табиғатпен достастырып, ұзақ өмір сүруіне көмектесіңіз. Көптеген адамға мына сөзіңіздің өзі ақыл кеңес болады, өсиет болады. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, бала шағаң қызығын көріңіз. Алла айналайын, рахмет, саған нұр жаудырсын Алла. Рахмет. Міне ағайындар, егер өмір жасым ұзақ болсын десеңіз, барлық қазақ дені сау болсын десеңіз, осыған лайк қойып, комментарий жазып, тарата жүріңіздер. Міне маманның аузынан естідіңіздер.